Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге жүзімнен және тауық етінен өте дәмді болып шығатын әрі ерекше салат жасаймыз. Рецепті міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қайнатылған тауық етін 4 бұрышты етіп турап аламыз. Қайнатылған 2 жұмыртқаны видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. 150 грамм сырды 4 бұрышты етіп тураймыз. Менде сыр үй жағдайында жасалған, описанияға ссылкасын қалдырамын. 150 грамм қуырылған грек жаңғағын ірілеу етіп турап шығамыз. $350-400 грамм шамасында жүзімді осылай ортасынан бөліп, ішіндегі дәнектерін ажыратамыз. $100 грамм сухарики және аздап салат жапырағынан саламыз. Үш ас қасық шамасында майонез салып, жақсылап араластырамыз. Бұл салатты сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Біздің салатымыз да дайын болды, ал енді ыдысқа салып, бетін безендіріп, үстелге қойсақ болады. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, және комментарий жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.